Бақыт деген немене, адам оған сенеме, ұшу мекен ғарышқа, жүзу мекен кемеде. Адамдар бақыт іздейді, ал мен бақытты достарды іздеймін. Әзірге жақсы достар жолыққан жоқ, тек Шашқышбекті кездестірдік. Қай жердегі қоқысты қопарып келді екен. Мен бір байдың ат қорасынан келем. Бір байдың ат қорасынан? Оған қалай кірдің? Мені оған ат қораның иесі өзі кіргізді. Тек аттарды үркітіп алма деді. Ал сен ішке кірген соң не істедің? Ой, армансыз аттардың алдындағы жемді шаштым. Шашқышбек, сен қандай ұятсыз едің? Біреу саған сені қораға кіргізеді, ал сен көмектесудің орнына қораның ішін шашып кетесің. Атты күтетін қызметшілері көп екен. Солар жинай салады да, оған несіне ренжейсің? Одан да мынаны қара. Андағы қолыңдағы не? Сен шашқаныңмен қоймай бірдеңені ұрлап шыққансың ба? Жоқ, ұрлаған жоқпын. Қорада ойнап жүріп тауып алдым. Әр жерінде тесігі бар, жарты ай екен. Қолыңдағы жартайға ұқсағанмен дұрыс аты таға. Шашқышбек көрсін табаны, білмейді екен тағаны қою керек, енді оған 2 деген бағаны. Таға дейсің бе? Ол аттарға не үшін керек? Таға мен аттың тұяғын тағалаған, тұяғына таға қағылған ат тасырқамай, сүрінбей жақсы жүреді. Сен енді тағаны иесіне қайтарып бер, бәлкім қораны шашқан қылығыңды кешіретін шығар. Онда кеттім. Армысың, досым, мен гректердің дәстүрін біліп танысуға келдім. Сәлем. Онда адасқан жоқсың. Бұл гректердің мәдени орталығы, сенің барлық сұрақтарыңа жауап табылады. Онда, досым, алғашқы сұрағымды бірден қоя берейін. Сенің Георгис деген атың нені білдіреді? Ол жер игеруші деген сөз. Гректер өздерінің еңбекқорлығымен танымал. Қазақ даласын көркейтіп, жеміс пен көкөніс өсіруде біздің көптеген ата әкелеріміз даңқын шығарды. Сондықтан атам мені Георгис деп атаған. Түсіндім. Қазақстандық гректер арасынан атақты футболшы шыққан. Ол Алматының қайратында ойнаған Евстафий Пехлеваниди. Оның қандай ерекше қасиеттері болған? Пехлеваниди ең шебер ойыншы ретінде танылды. Қайраттың тарихында қарсыластардың қақпасына 90 доп соққан ең үздік шабуылшы. Ойыны оның шапшаңдап, көрген емес ақсаңдап. Евстафий соғыпты жалғыз өзі 90 доп. Өте мықты болған екен бұл футболшы. Мен де есейгенде сондай футболшы болғым келеді. Қазақстанның құрамасында ойнап, көк тудың намысын қорғасам деймін. Арманыңа жет, Георгис досым, енді маған балалардың қандай ойын ойнайтынын көрсетші. Егер көремін десең, саған Деметрдің бақшасы атты ойынды түсіндірем. Көрдің бе? Біздің ойындарымызда жердің берекесін арттырып, бақша өсіру туралы. Онда Деметрдің бақшасын бастайық. Гректер жер бетіндегі ежелгі ұлттардың бірі. Адамзаттың тарихына қосқан үлестері көп. Көне әдебиетті, спорттық жарыстарды қалыптастырды. Сол сияқты жүзім мен басқа жеміс жидек өсіру мәдениетінде осы халықтың қолтаңбасы жатыр. Бұл қалыптасқан сала тіпті балалардың ойы мен ойынына өзінің игі ықпалын тигізді. Гректердің бұл ойыны нақты бақша қорғаушысы Деметрге арналған. Ол грек еліндегі егін мен бау бақшаны қара шегірткеден қорғаған. Ойын басында ортада үстел тұрады. Екі жаққа 2 тегене қойылады. Ортадағы үстелге көп етіп кәмпит шашылады. Ойыншылар саны 1-2 топқа бөлінеді. Әр топтағы балалар тістермен бір-бірден кәмпиттің орамасын тістеп, өздері жақтағы тегенеге тасиды. Осылайша ортадағы кәмпит қашан таусылғанша ойын жалғасады. Ақырында әрбір топтың қанша кәмпит тасығаны саналады. Кімдікі көп болса, сол жақ жеңген болып саналады. Деметрдің бақшасының соңында оны ойнаған балалардың кәмпитке тоятыны түсінікті. Өзі сәтті, өзі тәтті ойын екен. Аузыңда соншама түрлі кәмпит жүрсе, әрине тәтті ойын болады. Бірақ ойын кезінде оны кәмпит емес, шегіртке деп есептейді. Кім өз бақшасынан соншама көп шегірткені шығарса, соның еңбегі жанған. Жалқауларды жазалап, жүрмесін деп мазалап, шегірткеден бақшасын шыққан солай тазалап. Гректер жер бетіндегі ең көне халықтардың бірі дейді. Оның рас,
Сондықтан бізде мыңдаған аңыздар бар. Соған орай қалыптасқан дәстүрлер жеткілікті. Онда Георгис досым, мені бір дәстүрмен таныстыршы. Грек халқында дәстүр жеткілікті. Мен саған Маяпула мен Перперуна жайындағы дәстүрді көрсетейін. Гректердің атақонысы болған Балқан түбегінің жері өте құнарлы. Жай айлары жеміс-жидектің мол шығуына мүмкіндік жасап, шуақты болып келеді. Соның өзінде бұл халықта бау мен бақшаны құлпыртуға арналған түрлі рәсімдер бар. Олардың ішінде Маяпула рәсімін гректер жүзім жақсы өссін деп орындайды. Аңыз бойынша жүзім Маяпуланың төгілген қанынан пайда болған. Сондықтан бір жас жігіт жаралы сияқты болып жатады. Қыздар ән айтып келіп, оны кезек-кезек гүлмен желпейді. Ақырында қансырап жатқан Маяпула жазылып орнынан тұрады. Ал Перперуна жаңбыр жауғызушы қыз. Ол шашы маңдайына гүл қосып өруі керек. Перперуна қыздардың тобын бастап ән салып жүреді. Ән біткен кезде соңындағы қыздар оған түрлі ыдыспен су шашады. Гректер осы ырым орындалғанда жаңбыр көп жауып, егін мен жеміс мол өсет деп есептеген. Көп реттен ниеттері орындалып, көктен ылғал көп түсетін болған. Гректердің жеміс пен бақша өнімдерін көп өсіру сыры осында екен ғой. Иә, халықтық дәстүрлерді қалт жіберуге болмайды. Мен көп сырға қанықтым. Жауын жауғызу немесе жүзімді жақсылап шығару үшін не істеу керектігін білем. Енді досым саған біздің дастархандағы дәмнен ұсынам. Мен білсем, бұл грек салаты. Дәл таптың. Ал ендеше грек салаты қалай жасалатынын көріп ал. Гректердің дастарханы негізінен көкөніс пен жеміс-жидектен және сүт өнімдерінен тұрады. Олар мал өнімдеріне қарағанда өсімдік тектес азықтарды көп пайдаланады. Себебі мұндай азықтар денсаулыққа пайдалы. Ұлттың өзіндік дастарханында тұратын тағамдар арасында көпке танымал грек салаты үшін қызанақ, қияр, болгар бұршағы, пияз, зәйтүн жемісі мен сығылған майы және фета атты ірімшік керек. Алдымен қызанақты онша ұсақтамай, текшелеп турайды. Одан кейін болгар бұршағы мен пиязды кеседі. Одан үстіне осылай текшелеп туралған қиярды салады. Осыдан кейін ыдысқа ішінде сүйегі жоқ зәйтүн жемісін салады. Фета ірімшігін немесе басқадай ірімшікті де 4 бұрыштап турап үстіне қосады. Даңқы алысқа кеткен грек салаты да осылай дайын болады. Мұны қазір бұл ұлттың үйлерінен ғана емес, әлемнің кез келген еліндегі дәмханалардан жеуге болады. Георгис досым, қонақ жайлығыңа рахмет, риза болдым. Рұқсат болса қайтайын. Тоқтай тұр, мен саған бір сыйлық берейін. Бұл не? Таға. Гректер тағаны бақыт әкеледі дейді. Сенің үйіңе, тау бақшаңа осы таға дәулет әкелсін. Тағы да рахмет, Георгис досым. Аха, балам, өте көңілдісің ғой. Ағаш ата, мен гректердің үйінде болдым. Маған не сыйлағанын білесіз бе? Көрсетпесең қайдан білейін оны? Міне, маған таға сыйлады. Охо, бәрі келді. Гректер тағаны үйдің есігі мен ауланың қақпасына тағып қояды. Сонда үйге пәле жала жоламайды деп санайды. Енді сенің де үйіңе еш пәле келмесін. Аман жүр, балам. Сіз де жайқалып тұра беріңіз, ағаш ата.